Ежелден ақ қазақ халқы байлықты тек материалдық емес, рухани қазынамен де өлшеген. Бұл жеті қазына, жеті байлық, жеті негіз, жеті бақ пен берекенің белгісі. Бірінші қазына ер жігіт, батыр, ар-намысты, елін қорғайтын, сызынды тұратын азамат, ол отбасының тірегі елдің қырғын. Сұлу әйел сұлу пен қатар ізгілік, ақыл парасат пен аналық мейірімнің иесі. Әйел отбасының шырақшысы, ер азаматтың тірегі. Үшінші қазына ақыл. Ақыл дұрыс шешім қабылдауға, татулықты сақтауға және биік мақсаттарға жетуге жол ашады. Тұлпар сенімді серік атсыз ер жоқ. Ол еркіндік пен қуаттың нышаны. Берен мылтық батырдың қаулы, ел қорғанының серігі. Ол жауға қарсы тұрдың отбасын елді қорғаудың құралы. Ит адал дос, үй күзетшісі көшпенді тіршілікте таптырмас көмекші. Қыран бұрқыт қарағылықтың, еркіндіктің және аңшылық өнердің білгісі. Қазақ өмірінің бір бөлігі. Жеті қазына қазақтың жан дүниесінің айнасы. Бұл халықтың өткені, бүгіні мен болашағын байланыстарын рухани құндылықтар. Ал сен үшін байлық деген не?